Annyeonghaseyo 여러분, Молли-쌤입니다. 여러분, біз сіздермен өткен сабақтардың бірінде кәріс тілінде рахмет айту жолдарын үйренген болатынбыз. Бүгін сол рахмет айтушыға оқасы жоқ деп айтудың жолдарын үйренетін боламыз. Ең бірінші тәсіліміз ания, ания. Екінші боль, боль. Үшінші осы екеуін қосып ания боль, ания боль. Төртінші комапкин, комапкин. Яғни сізге комао деп айтса, сіз комапкин деп айта аласыз. 고맙긴. Бесінші, жоғарыдағы боль менен осы комапкинді қосып, комапкин боль, комапкин боль. Алтыншы, больо, больо. Яғни бұл жоғарыдағы больға қарағанда кішкене сыпайырақ тәсіл, йо қосылған. Жетінші, аниео, аниео. 아니에요. Сегізінші, аниео мен больоны қосып, аниео больо, ание요 больо. Тоғызыншы, комапкиньо, комапкиньо. Яғни жоғарыдағы комапкинге қарағанда кішкене сыпайырақ тұр, комапкиньо. 아닙니다, 아닙니다, 아닙니다. 별 말씀을요, 별 말씀을요. 아닙니다, 별 말씀을요. осылай қосып та айтуға болады. 제가 더 고맙죠, 제가 더 고맙죠. керісінше менің сізге алғысым шексіз деген мағынаны білдіреді. 저야말로 감사합니다, 저야말로 감사합니다. 제가 더 дегеннің более 고급, яғни жоғары деңгейдегі айтылу түрі. 저야말로 감사합니다, 저야말로 감사하죠. Ал егерде осы үйренген фразаларымызды толық қосып айтатын болса, 네, 뭘요? 당연히 도와드려야죠. 네, 뭘요? 당연히 도와드려야죠. 아니에요, 뭘. 제 일을 했을 뿐인데요. 아니에요, 뭘. 제 일을 했을 뿐인데요. 고마워? 괜찮아. міне осындай көптеген жолдарменен сіз оқасы жоқ деп айта алады екенсіз. Ал осы жерде ескертетін нәрсе чомманео деген нұсқаны көбінесе сөздіктерде, оқулықтарда оқасы жоқ деген сөздің аудармасы ретінде көрсетіп жатады, Алайда біз сіздермен ол сөзді қолданбаймыз, өйткені кәрістер шынайы өмірде, күнделікті өмірде оқасы жоқ деген мағынада қолданбайды. чонманеоға жоқ дейміз. Бүгінге осы, келесі сабақта кездескенше, аньон.